Құрметті білім алушылар, сіздердің назарларыңызға интерьерлерді көгалдандыру пәнінен 14-ші дәріс тақырыбы флорариумдар ұсынылады. Дәрістің мақсаты өсімдіктердің ассортиментін таңдауды және флорариумдарды құруды үйрену. Флорариум кейде өсімдік террариумы деп те аталады. Бұл шыныдан немесе басқа мөлдір материалдардан жасалған және өсімдіктерді өсіруге арналған арнайы жабық контейнер. Ішінде белгілі бір ылғалдылық пен температура қалыптастырылады. Көбінесе бапс сүйгіш тропикалық өсімдіктерді өсіру үшін қолданылады. Флорариумдар 19 ғасырдың ортасында пайда болды. Флорариумдарда қолданылған алғашқы өсімдіктер папоротниктердің әртүрлі түрлері болды. Мына суретте сол көріністер ұсынылған флорариумдардың мысалдары. Мына суретте де флорариумдар пішіні мен өлшемі бойынша ғана емес, сонымен қатар бір жерде бірнеше өсімдік ыдыстарының композициясы ретінде орналастырылуы мүмкін. Мұндай террариумдар зауыттық әдіспен де импровизацияланған құралдарымен ыдыстардың көмегімен де қатардан шыққан қыздыру шамдары, сәндік вазалары мен зертханалық колбалар немесе сфералық аквариумдар қатты шыныдан және пластиктен жасалған. Контейнердің санылауы жоғарыдан тарылған немесе жабық. Сондай-ақ көрнекі түрде аквариумдарға ұқсас флорариумдар да бар. Ішінде табиғи ландшафтарға ұқсайтын өсімдік композициялар жасалады. Флорариумдар үстел, еден, қабырға және ілулі болады. Міне сол флорариумның бір көрінісі. Флорариумдар үшін маңызды шарт ішіндегі белгілі бір тұрақты температура мен ылғалдылықты сақтау, қосымша жарықтандыру және жылыту мамандандырылған жабдықпен жүзеге асырылады. Мұнда да міне сол флорариумның бір көрінісі ұсынылған. Назарларыңызға рахмет.